Ұстаз. Осынау сөзді айтқанда көкірегіме жылылық ұялайтын. Ұстаздық мамандыққа деген құмарлық мені бүгінгі мамандығыма алып келген жол болды. Мен өзімнің жаңашылдық жолындағы сөзімді Ахмет Байтұрсынұлының «Ұстаз әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құялады» деген сөзімен байланыстырғым келеді. Әрбір ұстаздың ізденісі оның жан жақтылығы, құзыреттілігі арқылы айқындалады. Сөзі шешен, ойы орамды, қиялы жүйрік тұлғаны тәрбиелеуде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің салмағы ерекше деп білемін. Ертеңгі күні оқуын бітірген жас маман қоғам алдында дәрменсіз болмас үшін шаруашылықтың кез келген саласына қажетті ортақ білік, дағдыны толықтай біліп шығуы тиіс. Еккен дәннің жемісін көру үшін алдыма келген әр баланың жүрегін жаулап алып, өмірден өз орнын таба алатын, дүниенің бір кірпіші боп қаланатындай азамат тәрбиелеу керектігін парызым деп білемін. Балалар, әрқайсыларымыз Қазақстан азаматы болғандықтан, қазақ тілі пәнінің сіздердің өмірлеріңіздегі мәні зор. Енді сабағымызды әдеттегідей бастайық. Қазақ тілім, өз тілім, анам тілім. Қастер дейді ұл қызым, мәңгі сені. Құдай берген, немесе аман, есен, жүрсін, тоқсын, тоқтар деген есімдер қойған екен балалар. Мінекей, осындай есімдер естігендеріңіз бар ма? Жақсы. Нұрсұлтан неге айтпайсыз өз есіміңізді? Сұлтан, Әлихан. Міне балалар, бұл сөздер қанша ұғымды білдіріп тұр? Екі ұғымды білдіріп тұр. Екі ұғымды ма? Сабақ беру бұл үйреншікті жай ғана шеберлік емес. Ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Жаңадан жаңаны тауып жатпасам да, өзіме таныс жаңа технологияларды сабақыма кіріктіре отырып, жас буынға саналы тәрбие мен сапалы білім беру ісіне бар ынтамды салып келе жатырмын. Сандық технологиялар заманында ақпараттық коммуникативтік технологиялар өмірлік қажеттілікке айналып отыр. Сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге қол жеткізуге болады. Мен өз сабақтарымда интерактивті тақтаның кең ауқымды мүмкіндіктерін пайдалануға көштім. Бейне және аудио жазбалар, смарт ноутбук бағдарламасын және электрондық оқулықты көбірек қолданып, оқыту барысында студенттердің пәнге деген қызығушылықтарын ояттым. Кез келген сабақта ыңғайлы түртіп алу әдісін үнемі қолданамын. Осының нәтижесінде білім алушылардың ізденісі мен шығармашылығы дамып отырады. Сонымен қатар студенттердің сабақтан алған әсерін анықтап, өздерін бағалауына мүмкіндік беремін. Политехтен самғаған болашақ жас мамандар өзіне үлгі өнеге болған сүйікті оқытушысын пір тұтып, еліміздің елеулі азаматы, білікті кәсіби маманы болып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе? Осы тұста Абайдың «Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады.